1998 жыл. Қараша айының қара суығы. Павлодар вокзалында ескі пойыз гүлдеп тұрды. Айналада адамдардың айқайы, сөмке сүйреген жұрт, жылаған балалар. Ал Гүлмира болса, екі баласын құшағына қысып, үнсіз тұрды. Бір қолында ескі ала сөмке, екінші қолмен 5 жастағы Айшаны жетектеп алған. Ал 7 жастағы Әли анасының жанынан бір елі шықпайды. Олар Ресейдің Сібір жағындағы Новосибир қаласына жол тартқалы тұр еді. «Анашым, ол жақ суық па?» деді Әли. Гүлмира ернін тістеп, «Сәл ғана» деді. Бірақ шындығында өзде қорқып тұрған. Естігені ғана бар. Сібірде қыс 6 ай болады. Адамдары қатал, жұмыс ауыр. Бірақ амал жоқ. Қазақстанда жұмыс табылмады. Тігін фабрикасы жабылды. Үйдің ақшасы жиналып қалды. Томастықыш бос. Кеше ғана көрші әйел 1 литр сүт беріп кеткен. Сол түні Гүлмира балалар ұйықтағанда ас үйде жалғыз отырып жылады. Құдайым, тек балаларым аш қалмаса екен. Пойыздың дауысы шықты. Жұрт вагонға асығып мініп жатты. Гүлмира балаларын отырғызып, терезе жаққа жайғастырды. Вагон іші ескі, суық. Терезеден ызғар кіріп тұр. Айша томып, «Анашым, үйге қайтайықшы», деді. Сол сөз Гүлмираның жүрегін тіліп өтті. Бірақ ол күлімсіреген болды. «Біраз ақша табамызда қайтамыз, қызым». Өзі де бұл сөздің қашан орындалатынын білмейтін. Пойыз қозғалды. Туған жердің шамдары алыстай бастады. Әли үнсіз терезеге қарап отыр. «Не ойлап отырсың?» деді анасы. «Егер әкем болғанда, біз кетпес едік қой». Гүлмираның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Баласының аузынан бұл сөз алғаш шығуы еді. Ол жауап бере алмады. Кек ұлының басын кеудесіне қысып, «Енді бәрі жақсы болады», деді сыбырлап. Бірақ көзінен үнсіз жас ағып жатты. Ал алдарында ұзақ жол, қарлы ормандар, бейтаныс адамдар және тағдыр дайындап қойған ауыр сынақтар күтіп тұрған еді. Пойыз 3 күн, 3 түн жүрді. Терезенің ар жағында тек ақ қар, шексіз орман, суық. Кейде кішкентай станциялар көрінеді. Адамдар қалың тон киіп үнсіз жүр. Айша анасының тізесіне басын қойып ұйықтап жатыр. Ал Әли әлі ұйықтамаған. «Анашым, Сібір деген осы ма?» деді баяу. Гүлмира сыртқа қарап, «Иә, балам». Даусында қорқыныш бар еді. Новосибирге жеткенде түн болып кеткен. Вокзал іші тар, суық, адамдар көп. Балалардың мұрны қызарып кеткен. Гүлмира қалтасындағы ақшаны санады. Өте аз. Оларды қарсы алуға ауылдан бұрын кеткен бір таныс әйел келуі керек еді. Бірақ ешкім жоқ. 1 сағат өтті. 2 сағат өтті. Айшаның ерні көгеріп бара жатты. «Анашым, тоңдым», деді дірілдеп. Сол сәтте Гүлмираның жүрегін үрей басты. Егер ол әйел келмесе ше, қайда барамыз? Ол балаларын құшақтап вокзал бұрышында отырды. Сыртта боран басталып кеткен. Кенет арттарынан бір әйел дауыс естілді. «Гүлмира?» Ол жалт қарады. Бұл баяғы көрші ауылдан кеткен Раушан еді. Бет аузын қалың орамалмен жауып алған. «Кешір, жұмысымнан шыға алмай қалдым. Жүр тез». Сол түні олар қаланың шетіндегі ескі жатақханаға келді. Бөлме тар, қабырғасы сыз. Терезеден жел гүлдейді, бірақ баспана бар. Раушан оларға ыстық шай берді. Айша бірден ұйықтап кетті. Ал Әли анасына қарап, «Біз осында тұрамыз ба?» деді. «Уақытша ғана, балам». Гүлмира тағы да сол сөзді айтты. Бірақ уақытша өмірдің кейде жылдарға созылатынын ол әлі білмейтін. Ертеңіне таңертең Раушан оны базарға алып барды. «Мұнда таңнан кешке дейін жұмыс істейсің, қорап тасисың, кейде еден жуасың. Ақшасы аз, бірақ шыдайсың». Гүлмира үнсіз бас изеді. Сол күні кешке оның қолы ісіп кеткен еді. Бірақ балаларын көргенде жымиып кірді. «Анашым, саған бірдеңе болды ма?» деді Әли. «Жоқ, шаршадым ғана». Түнде балалар ұйықтағанда Гүлмира терезе алдында ұзақ отырды. Сыртта боран ұлып тұр. Ал оның ойында бір ғана сұрақ. «Мен балаларымды
Дұрыс жерге алып келдім бе? Қыс күшейе түсті. Новосибірдің суығы сүйектен өтеді екен. Таңертең далаға шыққанда кірпікке мұз қатып қалады. Гүлмира алғашында базарда ауыр қорап тасып жүрді. Кейде картоп, кейде киім, кейде біреудің жүгін көтереді. Кешке дейін белі жазылмайтын. Бірақ тапқан ақшасы пәтер ақысымен маңға әрең жетеді. Бір күні базарда қазақша сөйлеп тұрған екі әйелді естіп қалды. Мына Қытайдың күртешелері тез өтіп жатыр екен. Я, пайдасы жақсы. Гүлмира үнсіз тыңдап тұрды. Сол түні көп ойланды. Басқалар сатып жүр. Неге мен де байқап көрмеймін? Бірақ қорқады. Сауда дегенді өмір істемеген. Ертеңіне Раушанға айтты. Ақшаң бар ма өзі? Деді ол. Гүлмира үнсіз қалды. Бар жиғаны аз ғана тиын. Сонда Раушан күрсінді де. Мен саған аздап қарыз беремін. Бірақ киіп кетсең өзің білесің. Гүлмираның көзіне жас келді. Сол ақшаға ол көтерме базардан бірнеше бала күртешесін алып шықты. Қолында үлкен дорба. Жүрегі дүрсілдеп тұр. Бірінші күні ешкім алмады. Адамдар қарап кетеді. Бірі бағасын сұрайды, бірі мазақ етеді. Қымбат, сапасы жаман, арзанырақ бер. Кешке үйге жылап қайтты. Болмайды екен, деді өзіне. Бірақ сол сәтте Әли, анашым, сен бәрібір ең мықтысың, деді. Осы сөз оны қайта тұрғызды. Келесі күні тағы шықты. Үшінші күні де. Төртінші күні бір орыс әйел екі күртеше сатып алды. Гүлмира ақшаны қолына ұстап тұрып, сенбей қалды. Бұл өзінің маңдай термен тапқан алғашқы сауда ақшасы еді. Сол күні үйге келе жатып, балаларға тәтті тоқаш алып келді. Айша мәз болды. Бүгін байып кеттік пе, деді. Гүлмира күліп жіберді. Ұзақ уақыттан кейінгі шынайы күлкі еді. Көктем келгенше ол базарда кішкентай орын жалдап алды. Енді өзі саудагер. Таңғы 5-те тұрады. Қар кешіп базарға барады. Кешке шаршап құлайды. Бірақ балалар тоқ жүр. Әли мектепке бара бастады. Айша да орысша үйреніп алды. Бір күні базарда бір ер адам оның саудасына ұзақ қарап тұрды. Бойы ұзын, қалың күртеше киген. Сосын күлімсіреп, «Қазақсың ба?» деді. Гүлмира басын изеді. Ол адам, «Мен де Қазақстаннанмын», деді баяу. Гүлмира ол кезде бұл адамның олардың тағдырын түбегейлі өзгертетінін әлі білмейтін. Новосибірдегі өмір біртіндеп үйреншікті күнге айналды. Таңертең қараңғыда оянады. Керезенің сыртында ақ боран. Ескі пеш әрең жылынады. Гүлмира таңғы шайды асығыс дайындап, балаларын мектепке жібереді. Әли қазір 3-ші сыныпта. Айша 1-ші сыныпқа барған. Екеуі де орысша сөйлеп үйреніп қалған. Бірақ үйде анасы қазақша сөйлеуді ұмыттырмайтын. Өз тіліңді ешқашан ұмытпаңдар дейтін ол. Мектептен кейін балалар бірден үйге қайтпайды, базарға келеді. Әли анасының қасындағы қораптарды тасиды. Кейде тауар әкеліп береді, кейде сатып алушыларға пакет ұстатады. Ал кішкентай Айша киімдерді жинап, реттеп отырады. Базардағы адамдар оларды танып алған. Мына қазақ әйелдің балалары қандай тәрбиелі, анасына көмектесіп жүреді. Кейде Гүлмираның жүрегі ауыратын. Басқа балалар далада ойнап жүргенде, оның балалары базарда жүр. Бір күні кешке қар қалың жауып тұрған. Базар жабылар кезде Әли ауыр қап көтеріп келе жатты. Кенет тайып құлап түсті. Қолы мұзға соғылып, жылап жіберді. Гүлмира жүгіріп келді. «Балам, ауырды ма?» Әли көз жасын сүртіп, «Жоқ, мен еркекпін ғой», деді, тістеніп. Сол сәтте Гүлмира шыдай алмай кетті. Ұлын құшақтап жылады. «Сен әлі баласың, сен мұндай ауыр өмір көрмеуің керек еді». Әли үндемеді. Кек анасының арқасынан сипап тұрды. Сол түні үйге келгенде жарықтағы өшіп қалды. Айша шам жарығымен сабағын оқып отырды. «Анашым, біз қашан бай боламыз?» деді ол аңғал дауыспен. Гүлмира үнсіз күлімсіреді. «Бір күні боламыз, қызым. Сонда сен жұмыс істемейсің бе?» Ол жауап бере алмады. Өйткені ана жүрегі бір нәрсені сезетін, өзі шаршап бара жатқанын. Бірақ балалар үшін әлі де құламау керек еді. Ал алыста, қар басқан үлкен қала ішінде олардың тағдырына жақындап келе жатқан бір адам бар еді. Қыс аяқталуға жақындаған, бірақ Сібірдің аязы әлі қатты. Базар іші мұздай суық. Сол күні адам аз болды. Гүлмира таңнан бері бірде-бір киім сата алмады. Айша бұрышта ұйықтап отыр. Ал Әли анасына көмектесіп, қораптарды реттеп жүрген. Кенет олардың сөресінің алдына баяғы ұзын бойлы ер адам тағы келді. Үстінде қара күртеше, басында қалың тымақ. Ол үнсіз балаларға қарап тұрды.
Сосын Әлидің көтере алмай тұрған ауыр қапты алып, «Мә, мен көмектесейін» деді. Әли тосылып қалды. «Рахмет». Гүлмира жақтырмағандай қарады. Бөтен адамдарға сенуден қалған. Ер адам мұны сезгендей. «Уайымдамаңыз. Менің атым Арман. Павлодар жақтамын» деді. Гүлмира тамырқап, «Қазақстаннансыз ба?» «Иә, 10 жылдан бері осындамын». Арман базарда жүк тасып, кейін өзіне шағын дүкен ашқан екен. Сол күннен кейін ол кейде келіп көмектесіп жүрді. Бірде сөрені жөндеп береді, бірде балаларға ыстық бәліш әкеледі. Айша оны бірден жақсы көріп кетті. «Арман аға, қараңызшы, мен 5 алдым» деп дәптерін көрсететін. Ал Әли алғашында үндемейтін. Бірақ бір күні сабақтан кеш шығып, боранда адасып қала жаздағанда Арман барып алып келген. Сол күннен кейін Әлидің де оған көзқарасы өзгере бастады. Көктемде Гүлмира қатты ауырып қалды. Қызуы көтеріліп, орнынан тұра алмай жатты. Бірақ базарға шықпаса, ақша жоқ. Таңертең тұрайын десе, басы айналып қалады. Сол кезде Әли қорқып жылап жіберді. «Анашым, өлмеші». Айша да қасына келіп құшақтап алды. Дәл сол сәтте есік қағылды. Бұл Арман еді. Ол жағдайды бірден түсінді. «Бүгін базарға шықпайсыз», деді қатаң дауыспен. «Бірақ ақша, мен көмектесемін». Сол күні Арман дәрі әкелді. Балаларға тамақ жасап берді. Тіпті пешке көмірде тасып қойды. Гүлмира төсекте жатып бәрін үнсіз бақылап отырды. Жүрегінде ұмыт болған бір сезім оянғандай еді. Жылдар бойы ешкім оған бұлай қамқор болмаған. Түнде балалар ұйықтап өткен соң Арман кетпек болды. Есіктің алдында тұрып, «Сіз өте мықты әйелсіз», деді баяу. Гүлмира көзін төмен түсірді. «Жоқ, мен жай ғана анамын». Арман үнсіз жымиып сыртқа шықты. Ал Гүлмира көпке дейін ұйықтай алмады. Өйткені жүрегінде баяғыда өшкен жылылық қайта тірілгендей еді. Көктем келсе де Сібірдің аспаны сұр еді. Бірақ Гүлмираның өмірінде бір нәрсе өзгеріп жатқандай болатын. Арман күнде келмесе де жиі көрінетін болды. Кейде базарға ыстық шай әкеледі, кейде ауыр қораптарды көтеріп береді, кейде балаларды мектептен алып кетеді. Бір күні Айша күліп, «Анашым, Арман аға бізге туыс па?» деді. Гүлмира абдырап қалды. «Жоқ, қызым. Онда неге бізге көмектеседі?» Бұл сұраққа ол жауап таба алмады. Себебі өзі де түсінбей жүреді. Бір кеште базар ерте жабылды. Сыртта майда қар жауып тұр. Арман, «Үйге дейін шығарып салайын», деді. Жол бойы үнсіз жүрді. Тек аяқ астындағы қар сықырлайды. Кенет Арман тоқтап, «Сіз шаршағансыз», деді баяу. Гүлмира күлімсіреген болды. «Бәрі жақсы». «Жоқ, көзден көрініп тұр». Ол алғаш рет біреудің өз жанын байқаттырғанын сезді. Сол сәтте жүрегі елжіреп кетті. Бірақ бірден өзін тоқтатты. «Жоқ, болмайды». Өйткені оның өткен өмірі бар еді. Күйеуі тастап кеткен жарасы әлі жазылмаған. Ер адамдарға сенуден қалған. Үйге жеткенде Арман балаларға шоколад берді. Айша қуанып, «Сіз ертегідегі аға сияқтысыз», деді. Арман күліп, «Ал сен ханшайымсың». Ал Әли үндемей қарап тұрды. Сол түні ол анасына, «Саған Арман аға ұнай ма?» деп сұрады. Гүлмира шошып кетті. «Неге олай дейсің?» «Себебі сен оның қасында күлесің». Бұл сөз ана жүрегін дір еткізді. Айнаға қараса, расымен де соңғы кезде жүзі өзгерген. Біраз жылда алғаш рет өмірден жылылық сезіне бастағандай. Бірақ дәл сол кезде басқа бір қорқыныш та пайда болды. Егер тағы да алданып қалсам ше? Келесі күні базарда күтпеген жағдай болды. Бір мас еркек келіп, Гүлмираға тиісіп сөйлей бастады. «Ей, қазақ әйел, арзанырақ бермейсің де?» Гүлмира үндемей тұрған. Бірақ әлгі адам айғайын күшейтті. Сол сәтте Арман келіп қалды. Ол еркектің қолын қатты ұстап, «Дұрыс сөйле», деді суық дауыспен. Әлгі адам үндемей кетіп қалды. Гүлмира алғаш рет өзін қорғансыз емес сезінді. Сол күні кешке үйге қайтарда Арман, «Енді ешкім сізді ренжітпейді», деді. Гүлмира оның көзіне қарады. Көптен бері ешкім оған бұлай қарамаған еді. Ал жүрегінде баяу ғана үміт оянып келе жатты. Көктем өтіп, жаз келді. Новосибир көшелеріндегі қар еріп, базар маңы лайсаңға айналған. Гүлмира бұрынғыдай жұмысын істеп жүр. Таңнан кешке дейін сауда, үй, балалар. Бірақ Арманның жүрегі күн сайын оған жақындай түскен еді. Ол мұны жасыра алмайтын. Гүлмира тоңып тұрса, үнсіз иығына күртеше жабады.
Ауыр сөмке көтерсе, қолынан алады. Шаршап отырса, ыстық шай әкеліп береді. Ал Гүлмира бәрін байқайды, бірақ жүрегін ашпайды. Бір кеште базар ерте жабылды. Аспанды қара бұлт басқан. Жаңбыр сіркіреп тұр. Арман екеуі аялдамаға дейін бірге жүрді. Ұзақ үнсіздік. Сосын Арман кенет тоқтады. Гүлмира, мен сізге бір нәрсе айтқым келеді. Гүлмира оның не айтатынын сезді. Жүрегі біртүрлі қысылып кетті. Арман терең дем алды. Мен сізді жақсы көрем. Жаңбыр тамшылары жерге баяу тамып жатты. Гүлмира үндемеді. Арман сөзін жалғастырды. Мен сіздің қандай қиындық көргеніңізді білем. Балаларыңыз үшін қалай күресіп жүргеніңізді көрем. Сіз өте ерекше жансыз. Дауысы дірілдеп кетті. Мен сіздерді баяғыдан өз отбасындай көріп кеттім. Гүлмира көзін төмен түсірді. Кеудесі ауырды. Өйткені бұл сөздерді есту оған да жылы еді. Бірақ ол қорқатын. Тағы сенуден қорқатын. Тағы жүрегі сынудан қорқатын. Біраз үнсіздіктен кейін баяу ғана сөйледі. Арман, сіз өте жақсы адамсыз. Арман үнсіз тыңдап тұр. Бірақ менің жүрегім шаршаған. Жаңбыр күшейе түсті. Мен қазір ешкімді сүйе алмайын. Маған махаббат емес, тыныштық керек. Арманның жүзі баяу өзгерді, бірақ үндемеді. Гүлмира көзіндегі жасты жасырып, егер қарсы болмасаңыз, тек дос болып қалайықшы, деді. Осы сөз Арманның жүрегіне пышақтай қадалды. Ол күлуге тырысты. Иә, әрине, бірақ дауысы сынып шықты. Сол түні Арман үйіне жалғыз қайтты. Көшеде жаңбыр жауып тұр, ал оның ішінде одан да қатты дауыл болатын. Үйіне кірген соң жарықты қоспай ұзақ отырды. Гүлмираның тек дос болып қалайық деген сөзі құлағынан кетпеді. Өмірінде алғаш рет бір әйелді шын сүйген еді, бірақ ол махаббат жауапсыз қалды. Ертеңіне де Арман базарға келді. Бәрі бұрынғыдай. Балалармен сөйлесті, қорақ көтерді, күлімсіреген болды. Бірақ Гүлмира оның көзіндегі мұңды байқап жүрді. Бір кезде жылы жанып тұрған көздер енді үнсіз ғана сағынып қарайтын. Ал Арман болса, ішінен бір ғана нәрсені түсінді. Кейде адамды қатты жақсы көрсең де, ол сені сүймеуі мүмкін екен. Гүлмира үшін өмір баяғыда өзгеріп кеткен. Ол өзін әйел ретінде емес, ана ретінде ғана сезінетін. Таңертең көзін ашқаннан бастап ойлайтыны балалар. Қалай киіндірем, қалай оқытамын, қалай адам қыламын. Өзінің арманы, жастығы, махаббаты бәрі артта қалған. Бір кездері ол да бақытты болуды армандаған. Сүйікті адаммен қол ұстасып жүргенді. Қарапайым отбасы болған. Бірақ тағдыр оған басқа өмір берді. Күйеуі тастап кеткен күні ол бір нәрсені түсінген. Енді менің өмірім өзім үшін емес. Содан бері жүрегін қанша адам қақса да ашпады. Арман бірінші емес еді. Бұған дейін де өмірінде жақсы адамдар кездесті. Бірі бірге тұруды ұсынды. Бірі балаларды бағуға көмектесемін деді. Бірі тіпті сенің шаршағаныңды көре алмаймын деп жылаған. Бірақ Гүлмира бәрінен бас тартты. Өйткені оның ішінде бір қорқыныш бар еді. Егер балаларының көңіліне дақ түссе ше? Егер тағы біреу кетіп қалса ше? Сол үшін ол өз жүрегін үнсіз тұншықтырды. Бар мейірімін балаларына берді. Әсіресе Әлиге. Әли қазір ер жетіп қалған. Дауысы жуандап келеді. Анасына ауыр зат көтертпейді. Бірақ Гүлмира оны әлі кішкентай баладай көреді. Түнде кешіксе уайымдайды. Ауырып қалса, өзі ауырып қалғандай болады. Бір күні базарда бірге отырып шай ішіп отырған. Әли, анашым, сен өзің туралы неге ойламайсың деді. Гүлмира күліп, менің бар бақытым сендерсіңдер. Бірақ сен де адамсың ғой. Осы сөзден кейін ол үнсіз қалды. Иә, ол да адам еді. Бірақ көп жылдан бері өз сезімін тірідей көміп тастаған. Сол түні Арман тағы хабарласты. Қалымыз қалай? Гүлмира телефонға ұзақ қарап отырды. Жауап жазғысы келді. Бір сәтке ғана әлде бір жанның сүйіктісі болғысы келді. Бірақ дәл сол кезде Айша келіп, анашым, математикадан көмектесші деді. Гүлмира телефонды өшіріп қойды. Сосын қызының қасына отырды. Арманға жауап жазылмай қалды. Өйткені ол тағы да өзін емес, балаларын таңдады. Тағы да үнсіз өз бақытынан бас тартты.
Ал терезенің ар жағында Сібірдің суық түні созылып жатты. Жылдар өтіп жатты. Гүлмираның өмірі екі елдің арасында қалып қойғандай еді. Біресе Қазақстан, біресе Сібір. Көктем шыға салысымен ол балаларын ертіп Павлодарға келетін. Ескі үйінің есігін ашқанда жүрегі шым ете түсетін. Үй іші баяғыдай, қабырғадағы ескі сағат, перденің иісі, балалардың кішкентай кезіндегі суреттер. Бірақ үй қартайып кеткен еді. Қабырғасы жарылған, пеші ескі. Сонда да Гүлмира сол үйге кірген сайын жанын тыныштық басатын. Міне, біздің үйіміз, дейтін балаларға. Айша қуанып аулада жүгіретін, ал Әли үнсіз ғана айналаны қарап шығатын. Ол туған жерін сағынатын, бірақ көп тұрақтай алмайтын, себебі ақша керек. Сондықтан бірнеше аптадан кейін қайтадан Сібірге кететін. Тағы пойыз, тағы ұзақ жол, тағы базар. Осылай жылдар өтіп жатты. Гүлмира күндіз түні жұмыс істеді. Таңғы 4-те тұрады. Қарлы көшемен базарға барады. Кешке шаршап әрең қайтады. Кей күндері аяғы ісіп кетеді, қолы жарылып қанайды. Бірақ ешқашан балаларға білдірмейтін. Әсіресе Әлиге қатты көңіл бөлетін. Балам, жақсы оқысын, адам болсын. Мен көрген қиындықты көрмесін. Оның бар арманы осы еді. Әли де анасының еңбегін түсініп өсті. Сабақтан кейін жұмыс істейді. Базарға көмектеседі. Кейде вагоннан жүк түсіреді. Бірақ анасы оны аяйтын. Сен оқуың керек, дейтін ұрсып. Ақша керек қой. Ақшаны мен табамын. Сол сәтте Әлидің жүрегі ауыратын. Өйткені анасының түнде аяғын ұстап отырып ауырсынғанын көретін. Бір күні жазда Павлодарға келгенде Әли анасын аулада жалғыз отырғанын көрді. Гүлмира ескі орындықта үнсіз аспанға қарап отыр екен. Шашына ақ түсе бастапты. Әли алғаш рет анасының қартайып келе жатқанын байқады. Жүрегі шімете қалды. Анашым. Гүлмира күлімсіреп қарады. Иә балам, сен шашадың ба? Ол бір сәт үндемей қалды. Сосын жай ғана, сәл ғана, деді. Бірақ Әли оның көзінен үлкен шаршауды көрді. Өмір бойғы шаршауды. Сол түні Әли ұзақ ұйықтай алмады. Анам біз үшін бүкіл өмірін берді ғой, деп ойлады. Ал Гүлмира болса, терезе алдында үнсіз отырды. Өзінің жастығы қалай өтіп кеткенін байқамай қалған еді. Уақыт зымырап өтіп жатты. Әли мектептің жоғары сыныбына көшті. Айша да бой жетіп қалған. Ал Гүлмираның жүрегінде бір ғана арман бар еді. Балаларымды оқуға түсіремін. Қандай қиындық болса да оқытамын. Сол үшін ол тағы да Сібірге қайтты. Тағы базар, тағы суық таңдар, тағы ауыр хаттар. Бірақ бұл жолы жалғыз емес. Балалары да есейіп, анасының жанынан табылды. Новосибір базары баяғыдай у-шу. Бір жерде қазақша ән ойнап тұрады. Бір жерде өзбектер самса сатып жатыр. Татарлар шай ішіп күлседі. Қазақтар бір-біріне жерлес деп амандасады. Сол базар бөтен қаладағы кішкентай туған ел секілдеді. Гүлмираның қасында сауда жасайтын адамдар да оған үйреніп кеткен. Нұрия апай Семейден келген, күліп сөйлейтін мейірімді әйел. Гүлмира, бүгін саудаң жүрсін деп, таң сайын ыстық шай әкеледі. Ал қасындағы Ермек ағай жүк тасуға көмектеседі. Сенің балаларың міндетті түрде адам болады, дейтін ол. Базардағы жұрт бір-біріне туыс сияқты болып кеткен. Қиындық бәрін жақындастырған. Біреу ауырып қалса, бәрі ақша жинайды. Біреу үйіне қайтса, шығарып салады. Сол жерде талай қазақ нәпағасын тауып жүрген. Бір күні кешке бәрі контейнердің жанында шай ішіп отырды. Сыртта қар баяу жауып тұр. Нұрия апай Айшаға қарап, «Қызым, кім болғың келеді?» деді. Айша күлімсіреп, «Дәрігер». Гүлмира үнсіз қызына қарады. Жүрегі ержіреп кетті. «Иә, менің қызым ақ қалат кисе екен». Ал Әли, «Мен құрылыс инженері боламын» деді. Ермек ағай күліп, «Онда анаңа үлкен үй салып бересің». Әли бірден, «Міндетті түрде» деді. Сол сәтте Гүлмира көз жасын білдірмей теріс қарады. Өйткені дәл осы сөз үшін ол жылдар бойы жанын беріп жұмыс істеп жүрген. Кейде базарда сауда болмай қалады, кейде ақшалар жетпейді, бірақ Гүлмира ешқашан берілмеді. Түнде үйге келген соң, балалар ұйықтап қалса да, өзі киім тігіп отыратын. Қосымша ақша табу керек, оқу арзан емес. Бір күні Әли анасының қолына қарады. Саусақтары жарылып кеткен, тырнақтарының түбі қан. «Анашым, демалшы». Гүлмира жымиып,
Кейін демалам, балам. Қашан? Ол үнсіз қалды. Шынында өзі де білмейтін, өйткені ана жүрегі тек бір нәрсені ойлайтын. Балаларының болашағы менің шаршағанымнан қымбат. Күзіңдің соңы еді. Новосибір көшелерін сары жапырақ басқан. Ауада суықтың иісі сезіледі. Гүлмира әдеттегідей базарда, ал Әли сабақтан кейін анасына көмектесуге келген. Қазір ол 18-ге толып қалған, бойы ұзын, дауысы жуандаған. Кейде Гүлмира ұлына қарап, кеше ғана кішкентай бала еді деп таңғалатын. Сол күні базарда адам көп болды. Әли анасына тауар әкелу үшін қойма жаққа кеткен. Қолында ауыр қорап. Кенет бұрыштан асығып шыққан бір қызбен соқтығысып қалды. Қыздың қолында қағаздары жерге шашылып түсті. «Ой, кешіріңіз», деді Әли абыржып. Қыз күліп жіберді. «Ештеңе етпейді». Даусы жұмсақ екен. Ақшыл шашты, көк көзді орыс қызы. Үстінде ұзын сұр пальто. Әли тез-тез қағаздарын жинап берді. Сонда қыз: «Сен қазақсың ба?» деді күлімсіреп. «Иә, менің атым Алина». «Әли». Қыз оның атын қайталап айтты. «Әли». Әли алғаш рет жүрегінің біртүрлі соққанын сезді. Сол күннен кейін Алина базарға жиі келетін болды. Көрші дүкенде кассир болып жұмыс істейді екен. Кейде Әлиге «Шай ішесің бе?» деп ыстық кофе әкеліп береді. Кейде екеуі қойма жақта ұзақ сөйлесіп тұратын. Алина қазақша бірнеше сөз білетін. «Рахмет, сәлем, жақсы» деп айтқанда Әли күліп жіберетін. Бір күні Гүлмира оларды алыстан байқап қалды. Ұлы баяғыдан бері бұлай күліп көрмеген еді. Ана жүрегі бәрін бірден сезді. Кешке үйде Әли үнсіз отырып қалды. «Бірдеңе болды ма?» деді Гүлмира. Әли қысылып: «Жоқ». Бірақ Айша күліп: «Ағам ғашық болып қалған сияқты». Әли бірден: «Қойшы» деп ұрысты. Гүлмира да күлімсіреп қалды. Бірақ сол түні ол ұзақ ойланды. Ұлы өсіп кеткен. Енді оның жүрегінде де біреу бар. Уақыт өте береді екен. Бір кезде кішкентай қолынан ұстап жүрген баласы енді басқа бір қызға қарап күлімсірейді. Ал алыста, Сібірдің суық аспанның астында жаңа махаббат баяу басталып келе жатты. Көктем келген жылы Гүлмираның ең үлкен арманы орындалды. Әли Павлодардағы университетке оқуға түсті. Ал Айша медициналық колледжге қабылданды. Сол күні Гүлмира үйге келіп үнсіз жылап отырды. Бұл қайғының емес, жеңістің жас еді. Жылдар бойы базарда тоңған күндер, ұйқысыз түндер, жарылған қолдар, бәрі бекер болмаған. «Анашым, жыламашы», деді Айша құшақтап. Гүлмира күліп: «Бұл бақыттан ғой қызын». Сол жазда олар Павлодарға бір жыла қайтты. Ескі үй қайтадан тірілгендей болды. Әли бөлмесін жөндеп шықты. Айша терезеге гүл қойды. Ал Гүлмира үй ішінде балалардың күлкісін тыңдап жүріп, жүрегі тынышталғандай болды. Бірақ бір адамды Әли артта қалдырып кеткен еді. Алина. Пойызға мінер алдында ол вокзалға келген. Қолында кішкентай пакет. «Бұл саған», деді ұялып. Ішінде жылы шарф бар екен. «Өзің тоңғышсың ғой». Әли күліп: «Сен тоқып шықтың ба?» Алина басын изеді. Бір сәт үнсіздік орнады. Пойыздың дауысы естілді. Алина көзін төмен түсіріп: «Ұмытып кетпейсің бе?» деді баяу. Әли оның қолынан ұстап: «Жоқ», деді. Сол сәтте екеуі де жүректерінде бір сезімнің басталғанын түсінді. Павлодарға келгеннен кейін де олар сөйлесуді тоқтатпады. Түн сайын хабарласады. Әли сабақтан кейін көшеде жүріп телефонмен сөйлеседі. «Бүгін не істедің?» дейді Алина. «Сабақ, жұмыс, сен ойладым». Телефонның ар жағынан қыздың күлкісі естіледі. Алина да оны сағынатын. Кейде бейне қоңыраумен сөйлеседі. Әли оған ертісті көрсетеді. Кешкі қаланы көрсетеді. Ал Алина терезе сыртындағы Сібірдің қарын көрсетеді. Екі қала, екі түрлі өмір, бірақ бір-біріне тартылған екі жүрек. Бір күні түнде Алина: «Қашықтық қиын екен», деді. Әли біраз үнсіз қалды. Сосын жай ғана: «Мен сені жақсы көріп қалған сияқтымын». Телефон ар жағында тыныштық орнады. Тек қыздың баяу дем алғаны естіледі. Сосын Алина сыбырлап: «Мен де». Сол түні Әли ұзақ ұйықтай алмады. Ал Гүлмира болса ұлының өзгергенін байқап жүрді. Оның жүзінде баяғыдан көрмеген жарық бар еді. Ана жүрегі бірден түсінді. Ұлы шын ғашық болып қалған. Күндер өтіп жатты. Павлодардағы кішкентай үй баяғыдан өзгеше еді енді. Үй ішінде студенттердің кітаптары,
Дәлізде Әлидің күртешесі. Ас үйде Айшаның дәптерлері. Гүлмира кейде үнсіз отырып, балаларына қарайтын. Шүкір деп іштей айтып қоятын. Өйткені ең ауыр жылдар артта қалғандай көрінетін. Бірақ тағдырдың тосын сыйы әлі де көп еді. Сол күні кешке жаңбыр жауып тұрған. Гүлмира ас үйде шай қойып жүрген. Әли сабақтан әлі келмеген. Айша да құрбыларымен кездесуге шыққан. Кенет есік қатты қағылды. Гүлмира шошып кетті. Есікті ашса, сыртта бірнеше үлкен әйел тұр. Бастарында ақ жаулық, қолдарында пакет, үстері су болып кеткен. Бір әйел күлімсіреп, «Құдағи, сүйінші» деді. Гүлмира аңтаң болып қалды. «Кешіріңіз». Әйелдер бір-біріне қарап жымиды. Сосын үлкендеу апай, «Қызыңызды алып қашып кетті. Қызымыз келін болды» деді. Сол сәтте Гүлмираның қолындағы кесе жерге түсіп кетті. Шарт сынған дыбыс үй ішін жаңғыртты. «Не?» Дауысы дірілдеп шықты. «Қалай алып қашты? Қайда?» Әйелдер асықпай төрге өтті. «Уайымдамаңыз, жігіт жақсы, қала шетінде тұрады. Айшаңызды баяғыдан ұнатып жүрген екен». Гүлмира ештеңе түсінбей отыр. Жүрегі тарсылдап кеткен. «Айша қайда өзі?» «Қазір жібермейді ғой, босағаттады». Сол кезде Гүлмираның көзіне жас келді. Кішкентай ғана қызы. Кеше ғана қолынан ұстап мектепке апаратын еді. Ал бүгін біреудің келіні болып отыр. Сәлден кейін Әли келді. Үйдегі адамдарды көріп бірден бірдеңені сезді. «Не болды?» Гүлмира үнсіз жылап отыр еді. Әйелдердің бірі, «Қарындасынды алып қашып кетті» деді. Әлидің түрі өзгеріп кетті. «Не деген сөз ол?» Ол бірден телефонын алып, Айшаға қайта-қайта хабарласты. Бірақ телефон өшірулі. Түн ұзақ өтті. Гүлмира көз ілмеді. Қызын ойлап отыр. Қорқып отыр мекен, жылап отыр мекен, әлде өзі келісті ме? Таң ата Айша хабарласты. Дауысы бәсең. «Анашым». Сол дауысты естігенде Гүлмира шыдай алмай жылап жіберді. «Қызым, қайдасың?» Телефон ар жағында үнсіздік. Сосын Айша жай ғана, «Мен қалып қойдым». Осы сөз ана жүрегін тіліп өтті. Өйткені ол түсінді. Қызы енді баяғы кішкентай Айша емес, өз тағдырын таңдаған әйел болып кеткен еді. Гүлмираның арманы қызының оқуын аяқтап, өз аяғымен тұрғанын көру болатын. Бірақ тағдыр тағы да өз деген жасады. Қыз алып қашылғаннан кейін бірнеше күннен соң құдалар қайта келді. Бұл жолы үй іші адамға толды. Дастарқан жайылды, шай құйылды. Үлкендер әңгіме айтты. Ал Гүлмира сырттай сабырлы отырғанымен ішінен қан жылап отыр еді. Өйткені ана жүрегі қызын қимайтын. Бірақ қазақтың салты бар. Қызым бақытты болса екен деп өзін жұбатты. Құдалардың ішіндегі жас үлкен әже Айшаны мақтап отырды. «Тәрбиелі қыз екен, үндемей отырды, инабатты». Гүлмира үнсіз күлімсіреген болды. Себебі ол қызның көзіндегі қорқынышты көріп үлгерген. Кешке қонақтар кеткен соң үй іші тыныш болып қалды. Айшаның бос қалған төсегі, терезе алдындағы гүлі, айна жанында тұрған тарағы, бәрі ана жүрегін ауыртты. Гүлмира сол түні қызының бөлмесіне кіріп ұзақ отырды. Көрпесін іскеді. Сосын ақырын ғана жылап алды. Кеше ғана кішкентай қыз еді ғой. Бірақ өмір ешкімді күтпейді екен. Бірнеше күннен кейін той жайы қозғала бастады. Құдалар, «Қыздың жасауын дайындау керек» деді. Сол сәтте Гүлмира үнсіз қалды. Ақша жоқ. Үйдегі бар дүниені балалардың оқуына жұмсақ қойған. Бірақ қызының барған жерге абыроймен барғанын қалады. Сол түні дастархан басында Әли, «Анашым, уайымдама, бірдеңе қылармыз» деді. Гүлмира басын шайқады. «Жоқ балам, қыз жасауын анасы дайындау керек». Терезенің сыртында күздің қара жел соғып тұрды. Сол сәтте ол баяғы ауыр жолдың қайта басталатынын түсінді. Қайтадан Сібір, қайтадан базар, қайтадан суық таңдар. Бірақ бұл жолы балалары кішкентай емес. Бірі студент, бірі келін, ал өзі шаршаған ана. Ертеңіне ескі чемоданын шарп сыртты. Әли үнсіз қарап тұр. «Тағы кетесің бе?» Гүлмира көзін төмен түсірді. «Аз уақытқа ғана». Бірақ бұл сөзді ол өмірінде қанша рет айтты, санап та ұмытқан. Пойызға билет алған түні ол ұйықтай алмады. Қолмен қыздың жасауына керек заттардың тізімін жазып отырды. Көрпе, ыдыс, төсек, киін. Әр сөздің артында ана жүрегінің махаббаты тұр еді. Себебі ол өмір бойы өзін емес,
балаларын бірінші орынға қойып келген. Ал алда оны тағы да Сібірдің суық базары күтіп тұрды. Гүлмира қайтадан Сібірге кеткен күні үй іші босап қалғандай болды. Павлодар вокзалында пойыз қозғалғанша Әли үнсіз тұрды. Анасы терезеден қарап, «Сабақтарымды тастама, балам», деді. Әли басын изеді, бірақ ішінде бір ауыр сезім тұр еді. Ол анасын жалғыз жібергісі келмеді. Жылдар бойы анасы бәрін өзі көтерді. Енді жас келіп қалған кезде тағы да суық базарға кетіп барады. Тек қызының жасауын дайындау үшін. Сол түні Әли ұйықтай алмады. Біресе анасын ойлайды, біресе Алинаны. Өйткені Алина әлі Новосибирде. Олар арақашықтықта жүрсе де сөйлесуді тоқтатпаған. Кей түндері там атқанша әңгімелесетін. «Сені сағындым» дейтін Алина. Мен де. Бірақ соңғы кезде Әлидің ішінде бір мазасыздық пайда болды. Анам жалғыз жүр. Қаншаға дейін ол бәрін өз істейді. Ертеңіне университетке барды. Мұғалімдерден сұранып шықты. Отбасылық жағдайға байланысты біраз уақытқа кетуім керек. Ұстаздары оның сабақты жақсы оқитынын білетін, сондықтан рұқсат берді. Кешке Әли билет алды. Бірақ бұл шешімнің ішінде екі себеп жатқан. Бірі анасына көмектесу, екіншісі жүрегі аңсаған қызды көру. Бірнеше күннен кейін пойыз Сібірге жетті. Новосибир вокзалы баяғыдай суық. Қар ұшып тұр. Әли вокзалдан шыққанда терең дем алды. Бұл қала оған енді бөтен емес еді. Телефон шырылдады. Алина. «Сен шынымен келдің бе?» Даусынан қуаныш сезіледі. Әли күліп, «Иә, мен сені көргім келеді». Бірақ Әли алдымен базарға барды. Гүлмира оны көргенде шошып кетті. «Әли, сен не істеп жүрсің мұнда?» Ұлы анасын құшақтап алды. «Сені жалғыз қалдырғым келмеді». Гүлмира бірден көзіне жас алды. Өйткені өмірінде алғаш рет біреу оның шаршағанын шын түсінгенде еді. Сол күннен бастап Әли тағы да базарда жұмыс істей бастады. Таңертең ерте тұрады, қар тазалайды, жүк тасиды, анасына көмектеседі, бірақ кешкісін оның жүрегі басқа жаққа асығатын. Алинаға. Олар кейде кешкі қалада бірге жүретін. Қар баяу жауады, көше шамдары жыбылықтайды. Алина қолын оның күртешесінің қалтасына тығып, «Сен келгенде бәрі жылырақ болып кеткендей», дейтін. Әли үнсіз күлімсірейді. Өйткені ол алғаш рет өмірінде екі маңызды адам үшін күресіп жүрген еді. Бірі анасы, бірі сүйген қызы. Новосибирдегі күндер баяу өтіп жатты. Таңертең базар, кешке шаршаған дене. Бірақ Әлидің жүрегі бұрынғыдан жеңілірек еді. Өйткені қасында Алина бар. Гүлмира да ұлының өзгергенін байқап жүрді. Баяғыдай тұйық емес. Кейде күлімсіреп қалады, кейде телефонға қарап үнсіз мәз болады. Ана жүрегі бәрін түсінеді, бірақ үндемейді. Бір кеште базар жабылған соң, Алина ыстық шай алып келді. Гүлмираға қарап, «Шаршадыңыз ба?» деді қазақшалап. Гүлмира еріксіз күліп жіберді. «Қазақшаң жақсарып қалыпты ғой?» Алина ұялып, «Әли үйретіп жүр». Сол сәтте Гүлмира қыздың көзінен мейірімді көрді, таза сезінді. Ол іштей, тек ұлымның жүрегін ауыртпаса екен деп ойлады. Күндер өте келе Әли мен Алинаның махаббаты күшейе түсті. Олар бірге қарлы көшелермен жүреді. Арзан кафеде отырып шай ішеді, болашақ туралы сөйлеседі. «Егер сен Қазақстанда қалсаң ше?» деді бір күн Алина. Әли үнсіз қалды. Өйткені жүрегі екіге бөлінгендей еді. Бір жағында анасы, туған жері, отбасы. Бір жағында Алина. Сол түні Алина жылап қалды. «Мен сені жоғалтып аламын ба деп қорқамын». Әли оны құшақтап, «Мен де қорқамын» деді. Бірақ уақыт тоқтамайды. Айшаның тойы жақындап келе жатты. Гүлмира Сібірде күн-түн демей жұмыс істеді. Тамнан кешке дейін базарда тұрады. Қолы томады, аяғы талады. Бірақ ол бір ғана нәрсені ойлады. Қызымның тойын әдемі өткізуім керек. Ол бұл жолы жасау алмайды, тек ақша жинап жүр. Өйткені Павлодарға барған соң ғана қыздың киім-кешегін, жасауын, үйге керек заттарын өз қолмен таңдап алғысы келеді. Әр тапқан тиынын бөлек дорбаға салып қояды. Кейде кешке ақшасын қайта-қайта санап отырып, «Аз ғана қалды, тағыштау керек» деп сыбырлайтын. Бір күні кешке Гүлмира, «Енді қайтуымыз керек балан» деді. Әлидің жүрегі шымете қалды. Өйткені бұл Алинамен қоштасу деген сөз. Пойыз жүрер күні Алина вокзалға келді. Көзі қызарып кеткен, қолында тағы да кішкентай пакет. «Ашпайсың қазір», деді. Пойыздың уақыты жақындады. Алина кенет Әлиді құшақтап жылап жіберді. «Қайтып келесің бе?» Әли жауап бере алмады. Тек қыздың шашынан сипап тұрды. Өйткені өзі де болашағын білмейтін.
Пойыз қозғалғанда Алина перронда ұзақ тұрды. Әли терезеден қарап, қыз алыстағанша көзін алмады. Ал Гүлмира бәрін үнсіз бақылап отырды. Ұлының жүрегі алғаш рет шын байланғанын сезді. Павлодарға келген соң үй іші қайтадан у-шу болды. Той қамы басталды. Гүлмира жинаған ақшасына қыздың жасауын өзі барып алды. Ақ көрпелер, әдемі ыдыстар, перделер, киім-кешек. Әр затты қолмен ұстап көріп, ұзақ таңдайды. Қызым барған жерінде ешкімнен кем болмасын деп ойлайды. Біресе базарға жүгіреді, біресе тігіншіге барады, біресе құдалардың үйіне қатынайды. Шаршаса да қызының бақытты болғанын қалады. Той күні Айша ақ көйлек киіп айна алдында тұрды. Гүлмира қызына қарап тұрып, көз жасын тыя алмады. Бақытты бол қызым. Айша анасын құшақтап, сен болмасаң, біз мұндай күнге жетпес едік деді. Сол сәтте Гүлмира алғаш рет өз еңбегінің өтеуін көргендей болды. Бірақ дәл сол қуаныштың ішінде бір мұң да бар еді. Өйткені ана жүрегі сезетін, жақында ұлы да өз жолын таңдайды. Айшаның тойы басталған күн үй іші ерекше қуанышқа толды. Аулаға киіз үй тігілді. Ас үйде қазан-қазан ет қайнап жатыр. Ән айтылып, күлкі естіледі. Жылдар бойы қиындық көрген Гүлмира осы күнді армандаған. Қызымды ақ босағадан аттандырсам деп қанша түн дұға еткен. Сол арманы орындалып жатыр. Бірақ ана жүрегінің түбінде бір тынсыздық бар еді. Ол Әли. Соңғы кезде ұлының ойы басқа жақта екенін сезеді. Телефонын құшақтап жүреді. Кейде үнсіз күліп қалады. Кейде аулаға шығып ұзақ сөйлеседі. Гүлмира кіммен сөйлесіп жүргенін жақсы біледі. Алинамен. Сырттай қараса қыз жаман емес, сыпайы, мейірімді. Әлиді шын жақсы көреді. Бірақ ана жүрегі бәрібір қабылдай алмады. Өйткені ол ұлын өзінен алыстатып жібере ме деп қорқатын. Ертең ұлым Ресейде қалып қойса ше, туған жерінен алыстап кетсе ше. Осы ойлар оны ішінен жеп жүрді. Сондықтан той үстінде Гүлмира Әлиге қазақтың қыздарын байқата бастады. Біресе бір туыстың қызын шақырады. Әли, мына Айданамен сөйлесіп отыршы, өте тәрбиелі қыз. Біресе көрші ауылдан келген бой жеткенді мақтайды. Өзі сабырлы, үйдің тірлігіне мығым екен. Әли бәрін түсінді, бірақ үндемеді, тек сыпайы күлімсіреп отырады. Ал Гүлмира әр қазақ қызына қарап, осындай келін түссе ғой деп армандайтын. Бір күні тойдың екінші күні кешке үлкендер әңгімелесіп отырған. Сол жерде бір апай: "Ұлым бой жетіп қалыпты, үйлендіру керек" деді. Гүлмира күрсініп: "Иә, енді соны ойлап жүрмін. Біреу бар ма?" Гүлмира біраз үнсіз қалды. Сосын баяу: "Бір орыс қызмен сөйлесіп жүр" деді. Әйелдер бір-біріне қарасып қалды. Қойшы, қазақтың қызы құрып қалып па?" Осы сөздер Гүлмираның ішіндегі қорқынышты одан сайын күшейтті. Түнде бәрі ұйықтағанда ол аулада жалғыз отырды. Аспанда жұлдыздар жымыңдайды. Ал ол өткен өмірін ойлап кетті. Өзі де кезінде махаббатқа сенген, бірақ өмір басқа жолға алып кеткен. Енді ұлының да жүрегі бөтен жаққа байланғандай. Кенет үйден Әли шықты. "Анашым, неге ұйықтамадың?" Гүлмира ұлына ұзақ қарады. Кішкентай бала емес енді, өз таңдауы бар азамат. Сонда да ана үшін ол әлі баяғы кішкентай Әли еді. "Балам, сен ана қызды шынымен жақсы көресің бе?" Әли бір сәт үнсіз қалды. Сосын жай ғана: "Иә." Осы қысқа жауап Гүлмираның жүрегін ауыртып өтті. Өйткені ол ана жүрегімен сезді. Ұлының жүрегі бұл жолы шын байланып қалған еді. Күндер бірінің артынан бірі өтіп жатты. Кеше ғана базарда анасымен бірге қорап тасып жүрген Әли енді университет бітіретін жігітке айналды. Айша да өз үйінің келіні болып кеткен. Көп ұзамай оның аяғы ауыр екені белгілі болды. Сол жаңалықты естіген күні Гүлмира қуаныштан жылап жіберді. "Мен әже боламын ба?" Айша күліп: "Иә, мама." Үй қайтадан тірілгендей болды. Бір кезде кішкентай балалардың күлкісін аңсап қалған үй енді тағы да у-шуға толатын болды. Айлар өтті. Айша кішкентай қыз туды. Гүлмира алғаш немересін қолына алғанда жүрегі елжіреп кетті. Кіп-кішкентай мұрын, жұмсақ алақан. "Тура Айша сияқты", деді көзіне жас алып. Сол күннен кейін Гүлмира үшін өмірдің мәні өзгергендей болды. Тойдан той, шілдехана,
Бесік той. Үйден қонақ үзілмейтін. Бірақ осы қуаныштың арасында Гүлмираның жүрегін тағы бір қорқыныш мазалай бастады. Әли оқуын бітірген соң оған әскерден шақырту келді. Сол қағазды қолына ұстаған күні Гүлмираның өңі қашып кетті. Жоқ, деді баяу. Әли күліп, анашым, бәрі барады ғой. Бірақ Гүлмира үшін ол бәрі емес еді. Ол жалғыз ұлы. Қанша қиындық көрсе де, жанынан тастамаған баласы. Қолынан жетектеп, Сібірге алып барған кішкентай ұлы. Қар кешіп базарда бірге жүрген серігі. Оны әскерге жіберу, жүрегінің бір бөлігін жұлып бергендей болатын. Сол түні Гүлмира ұйықтай алмады. Теледидардан әскердегі қиындықтар туралы естіген сайын жүрегі ауыратын. Егер бірдеңе болып кетсе ше? Ана жүрегі қорқыныштан тыныштық таппады. Ал Әли болса, мен ер азаматпын ғой, мама, дейтін. Бірақ Гүлмира үшін ол әлі баяғы кішкентай бала еді. Бірнеше күннен кейін ол танысыз дей бастады. Біреуге хабарласты, біреуден көмек сұрады. Сөйтіп жүріп бір адамның арқылы әскери билет жасатуға болатынын естіді. Ақшасы көп кетеді, бірақ Гүлмира ойланбады да. Сандықтың түбінде жинап жүрген ақшасын шығарды. Тіпті алтын сырғасын да сатып жіберді. Тек ұлын аман алып қалғысы келді. Бір күні кешке үйге келіп, құжатты Әлидің алдына қойды. Бармайсың, деді. Әли аңтаң болып, мама, сен не істедің? Гүлмира көзін тайдырып, мен сені ешқайда жібермеймін. Әли үнсіз қалды. Себебі анасының көзіндегі қорқынышты көрді. Ол қорқыныш, жылдар бойы жоғалтудан қорқып, өмір сүрген ананың қорқынышы еді. Әли құжатты қолына ұстап ұзақ отырды. Ішінде бір ауыр сезім бар. Бір жағынан анасының махаббатына риза, бір жағынан өзін әлі кішкентай баладай көретіні жанына бататын. Ал Гүлмира болса бір нәрсеге сенімдеді. Өмірде бәрінен айырылса да, жалғыз ұлынан айырылуға дайын емес. Уақыт тағы да зымырап өтіп жатты. Әли оқуын бітіріп, өз мамандығы бойынша жұмысқа орналасты. Қаладағы құрылыс компаниясына инженер болып кірді. Гүлмира ұлына қарап іштей мақтанатын. Бойы ұзын, өзі сымбатты, ақылды. Қыздар да оған назар аудармай қалмайтын. Жұмыста бірге істейтін қыздар кейде, Әли, бірге кофе ішейікші дейді. Бірі күлімсілеп хабарлама жазады. Бірақ Әли ешқайсына жақындамайтын. Өйткені оның жүрегінде баяғыдан бір адам бар еді. Алина. Жылдар өтсе де, ол қызды ұмыта алмады. Кейде түнде терезе алдында тұрып, Новосибірді есіне алады. Қарлы көшелер, базар маңы, Алинаның күлкісі. Олар әлі де анда-санда сөйлесіп тұратын. Бірақ арақашықтық екеуін баяу алыстатып бара жатқандай еді. Гүлмира осыны пайдаланып, ұлын қазақ қыздарымен таныстырғысы келетін. Мына қыз жақсы екен. Ана отбасы тәрбиелі екен. Бірақ Әлидің ешкімге көңілі аумады. Бір күні кешке жұмыстан шаршап келген. Үй іші тыныш. Гүлмира аз үйде шай құйып жүр. Кенет есік қоңырау шырылдады. Гүлмира. Әли, біреу келді ғой, бар қараш, деді. Әли диваннан басын көтеріп. Ешкімді күтіп отырған жоқпын ғой. Сонда да қара. Әли асықпай барып есікті ашты. Сол сәтте орнында қатып қалды. Есіктің алдында Алина тұр еді. Қолында кішкентай сөмке, үстінде ақ пальто, шашына қар қонып қалған. Әлидің көзі үлкейіп кетті. Алина? Қыз күлімсіреп. Сәлем. Әли сенбей тұр, тура түс көріп тұрғандай. Сен қалай? Алина ұялып. Сені сағындым. Сосын өзім келдім. Сол сәтте Әлидің жүрегі жарыла жаздады. Махаббаттың өзі оны іздеп келіп тұрғандай еді. Ол қызды бірден құшақтап алды. Ал үйдің ішінен бәрін көріп тұрған Гүлмираның жүрегі тырс ете қалды. Қыз баланың жігіт іздеп келгені несі? Оның заманында ондай болмайтын. Қыз ибалы отыратын, жігіт іздеп баратын. Сол себепті Гүлмира іштей жақтырмады. Бірақ қазақтың салтын аттай алмады. Қонақ келсе, құдайы қонақ. Сондықтан өзін жинап алып, кір қызым, деді. Алина сәл қысылып үйге кірді. Ас үйге өткен соң, Гүлмира дастархан жайып шай қойды. Сырттай жылы сөйлескенімен, ішіндегі күдігі кетпеді. Осы қыз шынымен ұлымды бақытты ете ме? Әлде бір күні алып кетіп қала ма? Ал Әли болса, сол сәтте дүниедегі ең бақытты адамдай еді. Өйткені жүрегі қанша күткен махаббат.
өзі іздеп келіп тұрған болатын. Алина Павлодарға келгеннен кейін Әлидің өмірі мүлде өзгеріп кеткендей болды. Ол қызға қаланы түгел көрсеткісі келетін. Екеуі ертістің жағасында ұзақ серуендейді. Кешкі шамдарға қарап үнсіз отырады. Қаланың ескі көшелерімен жүреді. Алина бәріне таңырқап қарайтын. Мұнда бәрі тыныш екен, жылы сияқты, дейтін күліп. Әли оның әр сөзіне қарап қуанып жүрді. Ал Гүлмира болса, бұрынғы тіршілігін жалғастыра берді. Павлодардағы базардағы өз нүктесінде күнде сауда жасайды. Таңертең ерте кетеді, кешке шаршап келеді. Бірақ ана жүрегі үйдегі өзгерісті сезіп жүрді. Әлидің жүзі бал-бұл жайнайды. Үйге асығып келеді. Кейде Алинамен күлісіп отырған дауыстар естіледі. Гүлмира сырттай үндемегенімен іштей мазасыз болатын. Бұлардың сезімі тым тереңдеп барады. Күндер өте келе, Әли мен Алинаның арасы одан сайын жақындай түсті. Олар енді бір-бірінсіз өмірін елестете алмайтын. Бір кеште жаңбыр жауып тұрған, үйде ешкім жоқ. Гүлмира базарда кешігіп қалған, ал сыртта күздің салқын желі есіп тұр. Сол түні екеуі ұзақ сөйлесті. Армандар туралы, болашақ туралы, бір-бірін қаншалық сағынғандар туралы. Жылдар бойы жиналған сағыныш екеуін бұрынғыдан да жақындатып жіберді. Сол түннен кейін олардың махаббаты енді жай сезім емес еді. Бір-біріне шын байланған екі жанға айналды. Алина бір күні Әлидің иығына басын қойып, «Мен сенсіз өмір сүре алмайтын сияқтымын», деді. Әли оның қолынан ұстап ұзақ отырды. Сосын алғаш рет анық шешім қабылдады. «Мен осы қызға үйленемін». Өйткені ол жүрегін әлдеқашан беріп қойған еді. Келесі күні кешке Гүлмира ас үйде қамыр илеп отырған. Әли біраз уақыт үнсіз тұрды. Сосын, «Анашым, мен саған бір нәрсе айтқым келеді», деді. Гүлмира бірден-бірдеңін сезді. «Не болды?» Әли терең дем алды. «Мен Алинаға үйленгім келеді». Қамыр илеп тұрған Гүлмираның қолы тоқтап қалды. Үй іші бір сәтке тым-тырыс болып кетті. Ол баяу ғана ұлына қарады. Жүрегі солқ ете түсті. Көптен қорқып жүрген сөзі дәл қазір айтылды. «Нақты шештім бе?» «Иә». Гүлмира көзін төмен түсірді. Бір жағынан ұлының бақытты болғанын қалайды, бір жағынан жүрегі қабылдай алмайды. Өйткені ол ұлын бөтен елге, бөтен өмірге жоғалтып алам ба деп қорқатын. Ұзақ үнсіздіктен кейін ол жай ғана, «Балам, махаббатпен ғана отбасы болып кету қиын», деді. Әли анасының қасына келіп отырды. «Бірақ мен оны жақсы көремін». Гүлмира үндемеді, өйткені ана жүрегі сезіп тұрады. Ұлы бұл жолы өз тағдырын өзі таңдап қойған. Әли шешімін айтқаннан кейін көп ұзамай Алина екеуі Новосибирге кететін болды. «Әкесімен таныстырам», деді Алина. Гүлмира сырттай сабыр сақтаған болды. «Жақсы, барып келіңдер». Бірақ дәл сол сәтте оның төбесінен тас түскендей болды. Жүрегі бір жамандықты сезді. Балам кетіп барады. Ол бұл ойды өзінен қуып тастауға тырысты. Жоқ, бәрі жақсы болады, тек танысып келеді. Бірақ ана жүрегін алдау қиын екен. Әли кетер күні Гүлмира ұлының киімін өзі реттеп берді. Жолға тамақ салып берді, тіпті бала сияқты. «Жылы киім балам», деді. Әли күліп, «Анашым, мен кішкентай емеспін ғой». Бірақ Гүлмира үшін ол бәрібір кішкентай еді. Пойыз кеткен соң үй іші босап қалды. Әдетте жұмыстан келсе, «Мама, шай бар ма?» дейтін дауыс естілуші еді. Енді тыныштық. Гүлмира өзін жұмысқа салды. Таңертең базарға кетеді, кешке шаршап келеді. Сырттай бәрі қалыпты сияқты, бірақ ішінде алапат дауыл болатын. 3 күннен кейін келем деген ұлы хабарсыз кетті. 4-ші күн өтті, 5-ші күн өтті. Телефоны кейде өшірулі, кейде қысқа ғана. Бәрі жақсы дейді. Гүлмираның мазасы кетті. Түнде ұйықтай алмайды. Терезе алдында таң атқанша отырады. Бірдеңе болды ма, ауырып қалды ма, неге үйге қайтпайды? Жүрегі жамандық сезіп тұр. Бір апта болғанда тіпті қолынан бәрі түсе бастады. Базарда отырғанымен ештеңе естімейді. Клиент не сұрағанда түсінбей қалады. «Нұрия апай, Гүлмира, саған не болды?» деді бір күні. Сонда ғана ол көзіне жас алып, «Балам хабарсыз кетті», деді. Сол түні үйге келіп Айшаға хабарласты. Дауысы дірілдеп тұр. «Қызым, Әли хабарласты ма саған?» Айша да уайымдап жүрген, бірақ кенет бір нәрсе есіне түсті. «Мама, менде Алинаның нөмірі бар». Гүлмираның жүрегі зу ете қалды. «Тез хабарлас». Айша бірден телефон соқты. Ұзақ уақыт ешкім көтермеді. Сосын Алина жауап берді. Айша сөйлесіп тұрған кезде өңі өзгеріп кетті.
Көзі үлкейіп, үнсіз қатып қалды. «Не болды?» деді Гүлмира орнынан тұрып. Бірақ Айша жауап бере алмады. Телефонды жай ғана өшірді. Үнсіз, өңі бозарып кеткен. «Айтшы, не болды?» Айша көзіндегі жасты ұстай алмай: «Мама, ағам Алинаға үйленіп қойыпты». Сол сәтте Гүлмира тұрған жерінде қатып қалды. Құлағына ештеңе естілмей кеткендей. «Ме?» дауысы әрең шықты. Айша жылап жіберді. Олар үндемей неке қиып алған екен. Гүлмираның қолындағы кесе жерге түсіп кетті. Шарт сынған дыбыс үй ішін жаңғыртты. Бірақ ол оны да сезбеді. Жүрегіне біреу пышақ сұғып алғандай болды. Дем ала алмай қалды. «Қалай? Менің әлиім бе?» Ол осы уақытқа дейін ұлы үшін бәрін жасаған. Аш қалса өзі аш қалған. Жыласа бірге жылаған. Барын аузына тосқан. Жалғыз ұлы. Жүрегінің жалғыз жұрнағы. Ал сол баласы ештеңе айтпай, батасын алмай, үйленіп кеткен. Гүлмира диванға жайлап отырып қалды. Көзінен жас тоқтамай ағып жатыр. «Мен қай жерден қателестім?» деді сыбырлап. Айша анасын құшақтағысы келді. Бірақ Гүлмира ешкімді сезбейтіндей еді. Өйткені оның ішінде бір нәрсе сынып кеткен. Ол үш ұйықтаса да мұндайды күтпеген. Егер біреу «сенің балаң осылай істейді» десе, ешқашан сенбес еді. Ал қазір өз қолымен өсірген жалғыз ұлы ана жүрегін қан жылатқандай болды. Сол түні Гүлмира терезе алдында таң атқанша отырды. Сыртта үнсіз түн. Ал оның ішінде өміріндегі ең Алинаның Әлиге тұрмысқа шығып кеткенін естігеннен кейін Гүлмираның өмірі бір сәтте өзгеріп кеткендей болды. 3 күн бойы ол үнсіз жүрді. Үйде де сөйлемейді, базарда да күлімсіремейді. Кейде шай құйып отырып қатып қалады. Кейде түнде терезеге қарап таң атырады. Жүрегі қатты ауырды, бірақ ешкімге білдірмеді. Өйткені ол өмір бойы жыласа да көз жасын жұртқа көрсетпей үйренген әйел еді. 4-ші күні таңертең ол орнынан баяу тұрды. Айнаға қарады. Көзі ісіп кеткен. Шашына ақ одан сайын көбейіпті. Сол сәтте ол ішінен «Не болса да мен анамын» деді. Сөйтіп бар жігерін жинап, Алинаның әкесіне өзі хабарласты. Даусы сабырлы шыққанымен, жүрегі дірілдеп тұр еді. Ұзақ сөйлесті. Қазақша мен орысша араластырып түсіндірді. «Балалардың тойын Павлодарда өткізсек деймін. Ел көрсін, жұрт батасын берсін». Алғашында Алинаның әкесі аса құлықты болмады. Өйткені олар Қазақстан туралы мүлде басқа ойда екен. Қазақтар ескі өмір сүреді, ауыл сияқты жер шығар деп ойлаған. Тіпті Алинаның анасы «Сендерде әйелдер әлі дамбал киіп жүр ме?» деп сұрап та қойған. Бұл сөз Гүлмираның жүрегіне тисе де білдірмеді. «Тек сабырмен, келіңіздер, өз көздерімізбен көріңіздер» деді. Сөйтіп той болатын болды. Гүлмира бар жеван тергенін шығарды. Жылдар бойы тиыннан жинаған ақшасын түгел жұмсады. Ұлымның тойы ешкімнен кем болмасын деп барын салды. Қымбат тойхана алды. Ең мықты тамадан шақырды. Мол дастархан жайды. Келінге ең әдемі көйлек тіктірді. Алинаны қазақтың ұлттық қамзолмен киіндіргенде бәрі таңғалып қарады. Той күні зал жарқырап тұрды. Ән айтылды. Би биленді. Туған туыс жиналды. Ал Алинаның атанасы үнсіз таңырқап отырды. Павлодардың әдемі көшелерін көрді. Заманауи мейрамханаларды көрді. Қазақтардың кеңдігін көрді. Сол кезде өз ойларының қате болғанын түсінді. Алинаның анасы бір кезде Гүлмираға қарап, «Біз басқаша ойлаппыз» деді ұялып. Гүлмира жай ғана күлімсіреді, бірақ оның ішінде бәрібір бір мұң бар еді. Өйткені бұл той оның армандаған тойы емес. Ұлы анасының батасын алмай үйленіп кеткен той еді. Сонда да ештеңе білдірмеді. Әлиге ренжімеді, бетінен қақпады. Бар ашуын, бар мұңын ішіне жұтып қойды. Тойдан кейін өмір қайта жалғасты. Гүлмира бұрынғыдай базарға барып жұмыс істейді. Ал Әли мен Алина Павлодарда бірге тұрып жатты. Бірақ Алинаға жаңа қалаға үйрену қиын болды. Достары жоқ, жұмысы жоқ. Кейде терезеге қарап ұзақ отырады. Бір күні кешке «Мен әке шешемді сағындым» деді жай ғана. Әли үнсіз қалды. Сосын «Онда барып қайтайық» деді. Екеуі Гүлмираға келіп, «Екі аптаға Новосибирге барып келеміз» деді. Гүлмира жүрегі біртүрлі болса да, «Жарайды қарақтарым, барып қайтыңдар» деді. Іштей сағыныштарын басып келеді ғой деп өзін жұбатты. 2 апта өтті, бірақ олар қайтпады.
Гүлмира үндемеді. Жастар ғой деп шыдады. Бір ай өтті. Сонда ғана өзі хабарласты. Телефонды Әли көтерді. Даусы алыстан шыққандай. Анашым, мен саған бір нәрсе айтқым келген. Гүлмираның жүрегі бірден мұздап кетті. Не болды? Ұзақ үнсіздік. Сосын Әли баяу. Біз осында бір жылға қалатын болдық. Сол сәтте Гүлмираның тілі байланып қалғандай болды. Құлағы шулай бастады. Не? Алинаға қиын болып жатыр. Мен де осында жұмыс табам. Әр сөзі ана жүрегіне пышақтай қадалды. Жалғыз ұлы. 2 аптаға барып келеміз деп кетіп. Енді 1 жылға қалып қояды. Жұмысын тастап, шешесін тастап. Гүлмира жауап бере алмады. Телефонды жай ғана өшіріп тастады. Сол күйі үнсіз отырып қалды. Бұл екінші соққы еді. Біріншісінде ұлы батасынсыз үйленді. Енді туған жерін тастап кетіп барады. Сол түні Гүлмира ешкімге ештеңе айтпады. Бірақ іші өртеніп жатты. Мен сонша жыл кім үшін өмір сүрдім? Кім үшін жанымды бердім? Ертеңіне базарға тағы шықты. Бетін бояп алды. Күлімсіреген болды. Өйткені жұртқа сыр білдіруге болмайды. Бірақ ішінен қан жылап жүрді. Көршілер, ұлың қайда десе, келінімем қыдырып кеткен деп күлетін. Ал үйге келгенде жалғыз отырып үнсіз жылайтын. Өйткені өмір бойы алақанына салып өсірген жалғыз ұлы енді басқа елде қалып қойған еді. Айлар өтіп жатты. Гүлмира бұрынғыдай емес еді. Жүзі солып кеткен, көзі мұңға толы. Бірақ өмір тоқтамайды екен. Айша анасына жиі келіп көмектесетін. Біресе үйін жинайды, біресе тамақ жасап береді, біресе дәрісін әкеледі. Бірақ оған да оңай емес. Қазір ол 2 баланың анасы, 3-ші баласына жүкті. Кейде өзі шаршап әрең жүреді. Сонда да, мама, сен уайымдама, мен бармын дейтін. Гүлмира қызына қарап іштей жылайтын. Қызым өз өмірмен жүрсе ғой. Ал ұлы сол кеткеннен қайтпады. Басында 1 жыл тез өтер деп өзін жұбатты. Бірақ ана жүрегі бәрін баяғыда сезген. Ұлы енді Новосибирде қалып қоятын. Бір күні кешке телефон шырылдады. Гүлмира жүрегі жарыла жаздап көтерді. Мүмкін келеміндер. Телефонның ар жағында Әлидің қуанышты даусы. Анашым, сүйінші. Гүлмираның жүрегі лүпілдеп кетті. Не болды балам? Алинаның аяғы ауыр. Бір сәтке Гүлмира не қуанарын, не жылайтынын білмей қалды. Немере, тағы бір немере. Бірақ дәл сол сәтте оның жүрегіне ауыр ой келді. Енді ол мүлде қайтпайды. Өйткені баласы енді тек күйеу емес, әке болады. Сол жақта тамыр жайып барады. Бірақ ол сыр білдірмеді. Даусын көтеріп, құтты болсын балам, аман есен босансын деді. Әли қуам сөйлеп жатты. Ал Гүлмира көз жасын үнсіз сүртіп отырды. Іштей, мүмкін өздері келер деп үміттенді. Бірақ олар келмеді. Алина Новосибирде босанды. Ұл туды. Сәбиге орысша ат қойылды. Шоқындырды. Осы хабарды естігенде Гүлмираның жүрегі тағы бір сыздап өтті. Өйткені өз немересінің азан шақырып қойған атын да естімеді. Уақыт өте берді. 1 жыл өтті. 2 жыл өтті. Әли Павлодарға қайтпады. Тіпті кейде айлап хабарласпайтын болды. Гүлмира күн сайын терезеге қарап отыратын, бірақ есік ашылмайтын. Қайғыны шақырады екен. Көп уайымнан Гүлмира ауыра бастады. Алғашында бел ауырады, кейін аяғы сыр береді. Сонда да базарға баруын тоқтатпады. Өйткені өмір сүру керек. Бір күні ауыр қақ көтеріп жатқанда белі шаншып кетті. Сол жерге отыра кетті. Көзінен жас шығып кетті ауырғаннан. Айша жүгіріп келіп, мама деп шошып кетті. Дәрігерге апарғанда, омыртқаңыз зақымдалған, грыжа асқынып кеткен деді. Сол күннен кейін Гүлмира төсек тартып жатып алды. Баяғы базарда қар кешіп жүретін мықты әйел енді орнынан әрең тұратын болды. Түнде ауырсынғаннан ымырсып шығады. Айша шырылдап анасына қарайды. Бірақ оның өзі де 4-ші баласына жүкті. Үйі бар, балалары бар. Соған қарамастан анасына тамақ тасиды, дәрісін әкеледі. Кейде ақша жетпей жылайтын. Ал Әли бір рет болса да, мама, жағдайың қалай деп сұрамады. Дәріге ақша керек пе деп айтпады. Тіпті анасының төсек тартып жатқанын естісе де үнсіз қалды. Тек анда-санда балалар өсіп жатыр деп сурет жібереді.
Гүлмира сол суреттерге қарап үнсіз жылайтын. Менің балам қайда жоғалды? Өйткені бұл баяғы анасын құшақтап, сені жалғыз қалдырмаймын дейтін Әли емес еді. Бұл жүрегі тас болып кеткен бөтен адам сияқты еді. Гүлмира кей түндері жастығын құшақтап жылайтын. Аллай, мен осындай күн үшін өмір сүрдім бе? Бірақ там атқанда бәрібір үндемейтін. Өйткені ана жүрегі қандай жараланса да, баласына деген махаббатын өшіре алмайды екен. Гүлмира енді жазылмады. Керісінше, күн өткен сайын ауруы асқына берді. Алғашында демалсаң жазылып кетесің деген дәрігерлер кейін үнсіз қалды. Өйткені оның ауруы тек омыртқасында емес еді, жүрегінде еді. Жылдар бойы жиналған қайғы, сағыныш, жалғыздық бәрі оны ішінен жеп бітірген. Айша күнде анасының қасында. Біресе тамақ береді, біресе дәрісін береді, біресе түнде жанында отырып шығады. Бірақ оның да ішіне сыймай жүрген ашуы бар еді. Бір күні түнде балалар ұйықтаған соң, ол далаға шығып телефонын алып Әлиге хабарласты. Дауысы дірілдеп тұрды. Сен адамсың ба өзі? Ар жақ үнсіз. Айша жылап жіберді. Анаң өлейін деп жатыр. Сен бір рет келіп жағдайын сұрамадым. Бір рет мама қалайсың деп айтпадым. Әли үндемейді. Ал Айша ішіндегі жылдар бойы жиналған ашуын шығарып жатты. Сені анам қалай өсірді? Қар кешіп базарда жүрді. Өзі аш қалса да сені тоқ қылды. Ал сен не істедің? Бір орыстың қызына еріп алып, анамды ұмыттым. Дауысы қарлығып кетті. Сен тас жүрек болып кеткенсің, сатқынсың. Телефонның ар жағында ұзақ үнсіздік болды. Сосын Әли жай ғана, мен де қиналып жүрмін деді. Бірақ бұл сөз Айшаның ашуын одан сайын күшейтті. Қиналған адам анасын тастамайды. Сөйтіп телефонды өшіріп тастады. Үйге кіргенде Гүлмира ұйықтап жатқан. Айша көзіне жас алып, анасының маңдайынан сипады. Кешірші мама. Ол анасын одан сайын аяп кетті. Содан кейін де бәрі бұрынғыдай жалғаса берді. Күйеу баласы мен немерелері келіп көңілін аулап тұратын. Бірі су әкеледі, бірі жастығын түзеп береді. Үй іші тірі сияқты. Бірақ Гүлмираның өзі күннен күнге сөніп бара жатты. Кей күндері есі дұрыс болады, кейде сандырақтап кетеді. Бір күні түнде көзін ашып, Әли, келдің бе балам деді. Айша үнсіз жылап отыр. Ал Гүлмира қолын созып, тоңып қалыпсың ғой, кел, тамақ іш, деп бос жермен сөйлесті. Себебі оған ұлы келіп тұрғандай көрінген. Кейде, балам, кетпеші, мені жалғыз тастамашы, деп жылайтын. Бұл сөздерді естіген Айшаның жүрегі қан жылайтын. Өйткені анасы шындық пен елестің арасында қалып қойған еді. Туыстар көңілін сұрап келіп тұрды. Гүлмира-ай, қанша қиындық көрдің, бірақ ештеме көмектеспеді, ауру асқынып кетті. Бір күні таңға жақын Гүлмираның тынысы ауырлай бастады. Айша жанында отыр, қолын ұстап. Мама, мама, дейді жылап. Ал Гүлмираның көзі бір нүктеге қадалып қалған. Соңғы рет әлсіз дауыспен Әли, деді. Сосын көзінен бір тамшы жас ақты, және тынысы тоқтады. Үй іші азан-қазан болды. Айша анасының үстіне құлап жылады. Мама, тұрашы, мені тастамашы. Бірақ Гүлмира енді оянбайтын еді. Жылдар бойы қайғы жұтып, сағынып, күтіп, сөйтіп өмірден өтті. Жерлеуге туыстар, көршілер, базардағы таныстар жиналды. Бәрінің айтатыны бір сөз. Байғұс Гүлмира-ай, бар өмірін балаларына арнады. Бірақ сол көп адамның ішінде жалғыз ұлы жоқ еді. Мәпелеп өсірген, алақанына салып еркелеткен, түн ұйқысын бөліп өсірген жалғыз ұлы. Анасының жаназасына келмеді. Оны көрген жұрттың жүрегі түршікті. Бұл не деген сұмдық? Анасына қалай келмейді? Кей кемпірлер көз жасын сүртіп, мұндайды ешкімнің басына бермесін десті. Ал Айша болса, бауырына деген соңғы жылуында жоғалтқан еді. Екі бауырдың арасы сол күннен кейін мүлде үзілді. Бірі анасының жанында қалған қысыз, бірі анасынан алыстаған ұл. Ал Гүлмира өмір бойы балам деп өткен ана,
Соңында сол баласын күтіп, қайғыдан сынып, жүрегі жаралы күйде бұл өмірден өтіп кетті. Үй іші қаңырап бос қалды. Бір күні кешке Айша жалғыз өзі үйдің ортасында тұрды. Тып-тыныш үй. Бірақ құлағына баяғы бақытты күндердің дауысы естілетіндей. Өзі мен Әлидің кішкентай кездері. Үйдің ішінде асыр салып ойнағандары, күлген күлкілері, ал ас үйден анасының «Балалар, келіңдер, шай ішеміз, бауырсақ пісірдім» деген жылы дауысы естілгендей болады. Сол сәтте Айша анасының шкафын ашып, киімін құшақтап иіскеді. Анасының иісі әлі кетпепті. Ол өксіп жылап жіберді. Өйткені бұл үйде енді анасының дауысы ешқашан естілмейтін еді.